Даңқты қолбасшы заманда хан батыр атанған Қаракерей Қабанбайдың қайда жерленгені әлі күнге дейін даулы мәселе екені белгілі. Дегенмен Астананың дәл іргесінде Батыр бабамыздың кесенесі орналасқан, біреу білсе, біреу білмес. Ал оған қалай баруға болады? Қай жерде орналасқан? Осыны біз Санат Иманғали екеуміз көрсетпекпіз. Сол үшін дәл бәйтеректің қасынан жолға аттанамыз. Батыр даңғылына түстік. Осы көшемен қосшыны бетке ұстап тура жүре береміз. Немесе қосшы жақты білмейтіндер болса, Кольцевой дейді, аэропортқа қарай кететін жол бар. Сол Кольцевойға дейін тура тарта береміз. Ар жағы алдымызда Қабанбай батыр ауылы тиіп тұр. Біз қазір солға боламыз. Өз кішкентай шағын жол бар. Бұрын жан жол еді, кейін асфальт төсеп жақсылап жасақ қойды. Бұл жолды қыста да күреп тазалап отырады. Сондықтан қысы жазы келе беруге болады бұл кесенеге. Мінекей Батыр бабамыздың кесенесіне де келіп жеттік. Астанадан тура осы жерге дейін шамамен 30 шақырым. Қабанбай батырдың мемориалдық кешені еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен 2000 жылы салынған. Ұйымдастырушы Ұлттық ат спорты федерациясының төрағасы Қайрат Сатыбалды. Яғни биыл бұл кешенің салынғанына 20 жыл болды деуге болады. Осы 20 жылда Батыр бабамыздың басына тәуелді келушілер құран бағыштауға, өзінің арман ниет тілектерін осы жерде айтып, бабамыздың рухына тағзым етуге келетіндер қатары жыл сайын көбейіп келеді. Болат жаңағы қасымызда тікелей ұрпағы ғой атамыздың. Қаракерей Қабанбай батырдың боласы Ақмола қаласынан 30 шақырым жердегі Октябрь совхозының территориясында Қабанбай тауының үстінде деп. Октябрь совхозы деген мына Қызылжарымыз. Ары қарай 1962 жылы профессор Наби Дауылбаев жазыпты. Қаракерей Қабанбай батырдың боласы Қызылжар совхозының территориясында, мына Октябрь совхозының территориясында өз жерде көрсеткен екен. 1991 жылы профессор Мұхтарбек Кәрімов жазды Қабанбай батырдың боласы өз жерде. Осының бәрін сүйреп алып мен Мараш Қозыбаевқа бардым. Аға мынаны қалай түсінуге болады деп. Ол кезде ол кісі тарих және этнология институтының директоры болатын. Екеуміз ұзақ сөйлестік, ғалымдарын жинап алды. Бәрінің келген қорытындысы мынау. Атамыздың сүйегі сонда жатыр. Өйткені наймандар осы жақтан шығысқа қарай көшкен. Кесененің аумағы қазір ұлттық пантеонға айналған білесіздер. Бұл жерде елімізге белгілі мемлекет қайраткерлері, ақын жазушыларымыз жатыр.
атап айтсақ Әбіш Кекілбайұлы, Мақсұт Нәрікбаев, Фаризон Қарсынова, Орал Мұхамеджанов осы жерде жерленген. Сондықтан батыр бабамыздың басына тәу етуге келген кезде